Шымкентте де 4 жыл бұрын тоқтап қалған кәсіпорын қайта жұмысын бастады. Игі бастама елбасы жолдауындағы тоқыма өндірісін дамыту жөніндегі тапсырмасына сәйкес жүзеге асып отыр. Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі мен оның еншілес құрылымдары бірігіп, Ютекс және Меланж тоқыма фабрикаларын іске қосты. Шымкентте мақта талшығын өңдеусі соңғы жылдары қаржы мен шикізаттың жоқтығынан тоқтап қалған еді. Сөйтіп Ютекс және Меланж тоқыма фабрикаларының жұмысы туралап, екі нысанда жабылып қалған болатын. Биыл екі кәсіпорын Қазақстанның инвестициялық қорына берілді. Осының арқасында тоқырап қалған тоқыма өндірісіне жан бітіп, мақта талшығын шығаратын желілер бүгін іске қосылды. По поручению главы государства о необходимости развития легкой промышленности. Елбасының жеңіл өнеркәсіп саласын дамыту жөніндегі тапсырмасына сәйкес Бәйтерек ұлттық басқару холдингі бұл нысандардың жұмысын жүргізу бойынша нақты механизмдерін жасады. Соған сәйкес біздің еншілес компаниялар барлық өндіріс кезеңдерін бақылау және шикізатпен қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді атқаратын болады. Жоба сәтті жүзеге асса, екі фабрикадағы жіп өндірісінің қуаттылығы жылына 8000 тоннаны құрайтын болады. Ал дайын тоқыма өнімі жылына 10 миллион метрге жетеді деп күтілуде. Бүгінгі таңда фабрикаларда 400-ден астам адам жұмысқа тартылып отыр. Үш тоқыма кәсіпорны толыққанды жобалық қуатына жеткен кезде барлығы 2000-нан астам адам тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз етілмекші. Оған қажетті қаражат қазірден бастап бөлініп қойған. Қазақстан даму банкісі осы жобаға 64 миллион ақш долларынан аса қаржы бөліп жатыр. 5 миллионы Ютекс KZ өндірісі кешенінің құрылысын аяқтауға, 59 миллионы шикізат мақта алуға жіберіледі. Өндіріс орны негізінен төсек орын тыстары мен түкті сүлгілер шығарып арнайы киімдер тігеді. Қазірдің өзінде бұл өнімдерді сатып алу үшін Қазақстан темір жолымен ұзақ мерзімді келісім шарт жасалып отыр. Бұдан бөлек тоқыма жіптері мен сүлгі маталар Қытай мен Еуропа елдеріне экспортталмақшы. Гүлмира Оңласбек, Нұрлан Нұрбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, оңтүстік Қазақстан облысынан.